Барыңызға сәлем достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге маклюбе тағамының рецебімен бөлісемін. Түріктердің бұл тағамы көпшілігін жүрегін жаулап, көңілінен шыққан болатын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттер: сиыр еті, күріш, көкөністерден сәбіз, картоп, пияз және де баялды. Қалауыңызша көкөністерді өзгерте беруге болады. Ең алдымен етті алып, видеода көрсетілгендей кесектеп турап шығамыз. Одан соң көкөністерді тураймыз. Картопты видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп, қатты жұқа емес, қатты қалың да емес, орташа қылып турап шығамыз. Сондай-ақ сәбізді де дәл солай орташа қылып дөңгелетіп турап шығамыз. Баялдыны да дәл солай қатты жұқа қылмаңыздар, өйткені қазір қуырған кезде қытырлақ болып шығуы мүмкін. Орташа қылып тураңыздар. Пиязды біз ең соңында саламыз. Бұны да осындай дөңгелек қылып турап шығамыз. Ең алдымен етті қуырамыз. Табаға сұйық май құямыз. Және де қыздырылған майға етті салып, жақсылап, толықтай піскенше қуырамыз. Қарапайым күнделікті ет пісіріп жүргендей пісіреміз. Алдымен 5-10 минуттай қуырып аламын. Одан соң дәміне қарай тұз саламын, бұрыш саламын. Және де кейін кішкене ыстық су құйып, қақпағын жауып, отын жайлатып, 1,5-2 сағаттай пісірем. Толықтай пісіп, жүмсақ болып шығуы қажет. Ал етіміз пісіп жатқанша табаға сұйық май құйып, қатты қыздырып, осыған көкөністерді қуырып аламыз. Әр көкөністі бөлек-бөлек қуырып шығамыз. Ең алдымен мен баялдыны салдым. Екі жағынан қызартып, осылай аударып, пісіріп аламыз. Және де піскен соң, оны қағаз сүлгіге майын сорғытып саламыз. Енді бөлек сәбізді қуырып аламыз. Оны да дәл солай екі жағынан қызартып қуырамыз. Барлық көкөністерді бөлек-бөлек қуырамыз. Картопты да екі жағынан қызартып, толықтай пісіріп аламыз. Күрішті алдын ала жуып алдым. Кастрюльге кішкене сұйық май құйдым, жақсылап қыздырдым. Және де осы қызған майға күрішімізді де қуырып аламыз. Күрішке ешқандай су қоспаймыз. Жай ғана осылай шамамен 5-10 минуттай күрішімізді орташа отта қуырамыз. Және де тұз салуларыңызды ұмытпаңыздар. Күрішті қуырамыз, одан соң бұны ең соңында саламыз. Ал енді маклюбені жинаймыз. Ол үшін бізге осындай қазан немесе кішкентай кастрюля қажет. Ең бірінші пиязды саламыз. Оның үстіне піскен етті саламыз. Етті салып болған соң үстін қасықпен жақсылап басып шығамыз. Одан соң қуырылған сәбіз саламыз. Оның да үстін жақсылап басып, тығыздаймыз. Және де дәміне қарай азғантай тұз саламыз. Одан соң піскен картоп саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және де қасықпен осылай басын қыраймыз. Енді піскен баялдыны саламыз. Оны да жаңағыдай тұздап және де үстін басып тығыздаймыз. Одан соң қуырылған күріш саламыз. Оны да үстін жақсылап басып, тіпті керек болса қолыңызбен басып, жақсылап тығыздаймыз. Өйткені шашылып қалмау керек аударған кезде. Енді осы біздің қазанымыздың үстіне
ыстық қайнаған су құямыз. Су күріштің бетін жауып тұруы қажет, шамамен жарты немесе 1 сантиметрде жауып тұруы керек. Енді осы жаңағы орташа отта қазір менде тұр, астын кішкене шығарамын. Осылай сол кезде бұрқылдап қайнайды. Және де енді осы қайнаған кезде оттың астын жайлатамыз. Және де 30-40 минуттай пісіреміз. Әзірше пісіп жатқанша салатымызды дайындап қоямыз. Салат өзіңіздің қалауыңызша. Мен мына жерде қызанақ, және де қияр, айсберг салатын салдым. Дәміне қарай тәтті бұрыш та салдым. Жақсылап араластырдым. Салат дайын. Біздің тамағымыз да дайын болып қалды. Мен осылай ең алдымен тарелкеге салып алдым. Оның менде 2 себебі бар. Біріншіден жаңағы шашылып қалмас үшін, екіншіден кейбір жаңағы мен отбасымдағы мүшелер айранмен жегенді ұнатпайды. Тамаққа айран қосқанды ұнатпайды. Сол себептен де мен бөлек осылай тарелкеге салып алып аудардым. Енді біздің дайын салатымызды салып шығамыз. Маклюбеге әсемдік беру үшін үстіне ас көк себеміз. Енді айналасына айран құямыз. Мен турецкий айран жақсы көрем өзім. Дәмі қышқылтым болып келеді. Енді бұл түрік тағамы болғандықтан өте керемет үйлеседі. Бірақ біліңіздер, бұл айран кішкене сұйықтау. Бірақ маған сонда да дәмі өте ұнады. Қараңыздар, біздің маклюбе өте керемет, әдемі болып шықты. Дәмі деген сөз жоқ, енді міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл тағам негізі өте оңай дайындалады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжанат. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, міндетті түрде комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.